Сәлем достар, сіздермен бірге мысық пысық арнасы. Бүгін біз ерекше рецепт дайындаймыз. Ол қандай рецепт? Ол біздің, сіздер білесіздер, біз жиі киндер сюрприздарға распаковка жасаймыз. Сонда бізде сол киндерлардың шоколадтары жиналып қалған. Міне қараңыздар, осы шоколадтардан ерекше бір рецепт дайындаймыз. Ол үшін бізге не қажет? Бізге әрине біріншіден шоколадымыз қажет, киндер шоколадтары. Міне. Ол үшін бізге жаңғақ қажет. Тарталеткаларды алдым міне. Бір скитлз алдым. Және міне тәтті қар, яғни маршмеллоу. Ал енді біріншіден наны біз ыстық суға салып, су моншасында жылытамыз. Ал міне біз киндер сюрпризіміздің шоколадтарын міне ыстық суға ерттік. Көрдіңіздер ме? Міне осындай үлкен шоколад көп толып тұрып еді міне ыдысымызда. Ыдыстың ергесін ыдыстың түбінде ғана қалды. Тарталеткаларымызды енді тарелкаға саламыз. Мына шоколадымыз ергеннен кейін мына ас бөлмесінде сондай бір керемет хош иіс шығып тұр. Міне тарталеткаларымызды біреуі сынып кетті, оны алып қояйық. Міне осынша тарталеткамыз шықты. Қазір бұлардың ішіне біз мынандай шоколадымызды құямыз. Ал енді бісміллә деп үстіне орехтарды салайық. Өзі кішкентай, сондықтан орехты көп салып қажет емес. Сәл салсақ жеткілікті орехтарымызды. Ал енді міне тарталеткалардың ішіне мен киндер шоколадтарын ертіп құйдым. Енді сіздер де сондайды істеп, өздеріңіздің жақындарыңызды, достарыңызды, немесе туыстарыңызды, ата-аналарыңызды өстіп қуансаңыздар болады. Әрине тек қана киндердің шоколадтарынан ғана жасамай, оны кәдімгі шоколадтарды ертіп жасасаңыздар да болады. Және де әртүрлі тек мынандай тарталеткаға ғана емес, басқа да бір сондай ыдыстар алып құйып жасасаңыздар болады. Мыналарға міне тәтті қарымызды, яғни маршмеллоуымызды қосамыз. Негізі мен скитлзды өте жақсы көремін өзім. Қазір енді осы скитлздарымызды қосамыз. Керемет, өте керемет шығып жатыр. Өзіме сондай ұнап отыр. Қазір өзімнің балаларымды осы жасаған шоколадты тарталеткалармен қуантамын деп ойлаймын. Ал міне біздің мынандай тарталеткаларымыз міне жасалынды. Көрдіңіздер ме? Мынандай болып шықты. Менің ойымша жақсы болып шықты. Ал енді құрметті көрермендеріміз, біздің мысық пысық арнамызға пысықсып жазылуды ұмытпаңыздар. Біздің каналымыз жайлы өздеріңіздің достарыңызға, таныстарыңызға, туыстарыңызға айтып, әрдайым қолдап жүріңіздер. Егер біздің видеоларымыз ұнап жатса, лайктарыңызды қойып, бізді қолдаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де біздің арнамызбен әрдайым бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған мысық пысық арнасы.